Асық ату спортынан қаламызда басталған ел кубогына барлығы 5 команда келген. Атап айтсақ Астана қаласы, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстары. Айта кетейік, аталмыш спорт түрінен еліміздегі республика кубогы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін асық атудан жарыстары Ақбидай ауылдық ойындарында болған еді. Негізінен ұлттық спортымыз өзіміздің жас балдарды жаманқылықтан айыруға, бұқаралық спортпен айналысуға және де келешекте физиологиялық дамуына үлкен септігін тигізетін сөзсіз. Алдағы уақытта да біз өзіміздің өңірімізде осы асық ату спортын кеңінен дамытып, мектепаралық, облыс, ауданаралық жарыстарды өткізетін боламыз. Барлығы 70 қатысушының басын қосқан жарыста бақ сынаушылар асық атумен 5 асықтан өзара мықтыны анықтады. Яғни ерлер асық атудан жарысса, нәзік жандылар 5 асықтан сайысқа түсті. Солардың бірі Назерке Серікбаева, 11 сынып оқушысы, бұл спортқа 2 жыл бұрын бет бұрған екен. Содан бері республикалық жарыста өнер көрсеткен ару аталмыш аламанда топ жаруды алға қойып отыр. Ең алғашында мен Тараз қаласында жастар арасындағы сайысқа қатысып, командадан 2-ші орын, ал жекелей біріншілікте мен 1-ші орын алған болатын. Одан кейін Көкшетау облысында өтті. Ол кезде команда бойынша біз 2-ші орын, ал қыздар арасында командамыз 1-ші орын алды. Еске сала кетсек, апта бұрын ғана асық ату спортынан облыс біріншілігі ұйымдастырылған болатын. Өңірімізде алғаш рет өткізілген жарыс жалғасы ел кубогына ұласты. Аламан алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ.